Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айнагүл. Бүгін біз үй жағдайында жасалынатын оңай әрі тез әртүрлі жеміс жидектен жасайтын ассорти компотын жабатын боламыз. Ол үшін бірінші банкілерді тазалап, жуып және стерилизовать етіп, буға парт етіп аламын. Қақпағымызды да дәл осындай 1-2 минут қойып қайнатып алдым, тазалап. Сосын бізге керегі алма, сарыөрік, сосын алша және шие. Мен оларды әдемілеп тазалап жуып алдым. Сосын алманы ұсақтап турап дайындап алдым. Ал сарыөрікті мен дәнегінен ажату, мысалы ішіндегі сүйегінен оңай ажату тәсілімен осылай бамбук таяқшасымен түбінен игеріп, сүйегін оңай шығарып аламын. Және былай қарасаң бүтін жаңағы өрік ұқсап көрінеді, әдемі көрінеді. Егер ұнаса сіздерге қолдануға кеңес беремін. Бөліп жарып ажатып жатқаннан гөрі осылай бүтін өрік болып әдемі көрінген маған ұнайды және мен жиі қолданып жүрмін. Енді дайын болған заттарымды банкіге бірінші алмадан көз мөлшерінде шамалап қысып саламын, және де өріктен, сосын алшадан саламын. Дәміне қарап түстің кішкене өзгертеді, бірденен емес, бірақ ыстық су құйғасын. Сосын аздап шие саламын. Осылай заттарымның барлығын жететін мөлшерде салып алам. Менде бұл 5 банкіге лайықтап шықты алған заттарым. Енді барлығын осындай дайындап аламын. Және де менде су осылай қайнап тұру керек. Біз ыстық су құямыз, суық емес. Міне банкімді дайындап қойдым. Өте әдемі көрінеді, былайынша дәмі де жақсы шығады, барлығы араласқасын, бір-біріне үйлесімді дәм береді. Енді мен осы дайын болған банкілеріме шамамен қант қосамын. Маған жобада 200-250 грамм 2 литрлікке, ал 3 литрлікке 300 грамм 350 грамм қант қосып шығамын. Міне. Енді қайнап тұрған суды әр банкіге толтырып құйып шығамын және бірденен қақпағын жауамын. Өйткені су суып қалмау керек. Бізде осылай тездетіп жапқышпен жауып шығамын. Ешбір ауа кірмеу керек, әдемілеп абай болған дұрыс. Негізінде жақсылап жауып шықтым, бірақ барлығын осылай жауып алдық. Енді аздап қанты ерімеген күйде тұрады. Біз шайқау арқылы барлық қантты ерітіп алдық. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қант толықтай еріп шықты. Және жабылған банкілердің бәрін төмен қаратып, сүлгімен немесе матамен орап бір күн ұстаймын. Егер рецепт ұнаса, описание бөліміне қажетті заттарды жазып қалдырамын. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай бір күн өтті. Қандай әдемі үйлесімді реңк, әрі дәмді жақсы болып шықты деп ойлаймын. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, осы каналдың дамуына үлесіңізді қоса кетіңіз. Мен сізді келесі бейне жазбада күтемін.